Қызға 40 үйден тыю, ұлға 30 үйден тыю деген мақал текке айтылмаған. Халқымыздың тәрбиелік құралдарының күнделікті қолданылатын үлгі өнеге түрлерінің бірі тыйым, яғни тыйым сөздер. Бұл балалар мен жастарға жирен жаман әдеттен дегендей жаман істерден сақтандырып, жақсылыққа еліктеу, бейімдеу мақсатынан шыққан таза халықтық педагогикалық ұғым. Міне, осы арқылы олар әркімді теріс мінез, орынсыз қимылдардан сақтандырып отырған. Халық ұғымында тізені құшақтау жалғыз қалудың, үлкеннің жолын кесу әдепсіздіктің, қолды төбеге қою ел жұрттан безінудің, асты төгу ысыраптың, бүйірін таяну қайғының, жағын таяну мұң шердің, жүресінен отыру әдепсіздіктің белгісі деп танып, оған тыйым салған. Демек, тыйым халықтық педагогиканың құрамдас бөлігі. Тыйым үлгілері мен сөздері ел ішінде өте көп тараған. Мысалы, адамға қару мылтық кезенбе, тектен тек алақан жайма, ақты жерге суға төкпе, адамды айналма, асты үрлеме, аманатқа қиянат жасама, адамды аттама, аспанға қарай түкірме, арамтамақ болма, әйелге өктем сөйлеме, басыңды тектен тек шайқама, босағада отырма, босағаны керме, бос бесікті тербетпе, бей уақытта ұйықтама, бөркіңді теріс киме, малды басқарма, дастарханды аттама, баспа, ерніңді шығарма, есікті қатты жаппа, ер тұрманды аттама, жаман жерді баспа, желмен жарыспа, жақсылығыңды сатпа, жәндікті өлтірме, жерді теппе, сабама, жүреңнен отырма, желге қарсы түкірме, жатып тамақ ішпе, отпен ойнама, от шығарма, отқа түкірме, су төкпе, отты аттама, ошақты жер ошақты аттама, өтірікшіге ерме, құптама, өткенге өкінбе, өтірік куәлік берме, өлген адамды тілдеме, пышақ кезенбе, пышақ жүзін жалама, сұқтанба, саусағыңды беземе, суға дәрет сындырма, табалдырықты баспа, түнде үй сыпырма, түнде тырнағыңды алма, тырнағыңды тістеме, тұзды баспа, тамақты сораптап ішпе, таңдайыңды қақпа, табаныңды тартпа, тізеңді құшақтама, түнде ысқырма, тісіңді қайрама, таңертеңгі асты тастама, иесіз үйге кірме, итке ожаумен ас құйма, иегіңді таянба, инені тістеме, көптің жолын кеспе, кірдің суын баспа, күлді шашпа, көкті жұлма, кешкі асты бақпа, қабірді баспа, қабірге қол шошайтпа, қақтың суын ішпе, қонаққа қатты сөз айтпа, құйынды қума, малды үркітпе, маңдайыңды ұрма, мойныңа жіп белбеу салма, мезгілсіз ұйықтама, мезгілсіз жүрме, нанды бір қолыңмен үзбе, нанды жерге тастама, нан үстіне зат қойма, намазды бұзба, үхілеме, үйге сыртыңмен кірме, үлкеннен бұрын сөйлеме, үлкеннен бұрын отырма, үлкеннен бұрын тамаққа қол салма, үлкенге қатты сөйлеме, үйге жүгіріп кірме, үйді сабама, үйді айналып жүгірме, шақырмаған жерге барма, шалбар жастанба, ішегіңді тартпа деген тыйым сөздердің астарында үлкен тәрбие жатыр.